Ардақты ағайын, қадірлі жамағат. Бүгінгі асымыз өмірден өткен асыл жандарымыздың, ата-аналарымыздың рухына бағышталып отыр. Олар тірлікте артында жақсы аты мен өнегелі ісін қалдырған, ұрпағына үлгі болған асыл азаматтар еді. Келмесіне кім қияды анасын, түс көргендей болып пенде қаласын, анаң ғана мәңгі өмір сүрердей жаулайды екен перзентінің санасын. Мейлі анаң 100-ден асып кетсе де, кәрілігі қуып жүріп жетсе де, перзент үшін қартаймайды анасы, қиындықпен сынақтардан өтсе де. Асыл ана, жүзің нұрлы күн едің, шаңырақтың мерекесі гүл едің. Сабырлы едің, қадамы бар салмақты, мейірімге бөлуші едің жан-жақты. Барлық балам болса екен деп қасымда, барлықтарын теңеп қойып асылға, бәрін бірдей көре алатын анашым, жасыңызды жетсе дебек ғасырға. Тазалықты сүйген еді жанымдай, таза жүрек қалмайтұғын сағынбай, сағынамыз езеуреген кезіңді, жүре алмаймыз бұл тағдырға бағынбай. Кеттің ана, жұмағыңа білеміз, дұға тілеп еске алып жүреміз. Ақ жаулығың есімізді сіндірген, соны ескеп аңсап кейде жүреміз. Даусың сенің естілгенде жібідік, сол даусыңды іздеп жаным түнілдік. Жадыраған жаның жаздай көрінген, жансыз бейне суретіңе үнілдік. Жап-жарғай сендей сұлу болмаған, ұнамай тұр бұл тыныштық орнаған. Өзің барда шуылдаған немерең, тып-тыныш боп есейгенде таң қалам. Ана жаным, ақ жүрегің кенеді-ау, қиналсанда еш білдіргің келмеді-ау. Сіздей мықты бола алмаймыз біздерде, жоқ дегенге бала жүрек сенбеді-ау. Жаным анам, жалған өмір мәңгі емес, пәк жүзіндей елестеді таңғы елес. Тек жақсылық оймен ғана жүргенім, сізсіз өмір өтер бірақ мәнді емес.